Кешірі қымбатты бауырластар, үйлеріңізде амандық пен тыныштық болсын. Бүгін мен сіздермен сенушінің сенбеушінің алдындағы жауапкершілігі туралы әңгімелескім келеді. Елші Паул өзінің колостықтарға арналған хатының 4-ші тарауында былай деп жазады. Қауымнан тыс адамдармен парасатты қарым-қатынас жасап, тиімді сәттерді пайдаланыңдар. Сөйлескенде ұдайы ниеттерің игі, сөздерің дәмді болсын. Әрқайсына қалай жауап беру керек екенін біліңдер. Бұл жерде қауымнан тыс адамдармен, Мәсіхтің қауымынан тыс, тірі Құдаймен қарым-қатынасы жоқ адамдармен қалай қарым-қатынас жасау керектігіне нұсқау берілген. Бұл сөз сенуші адамдарға арналған. Рухани мағынада біздің дүниеміз екі ортадан тұрады. Зұлымдықтың ортасы және жақсылықтың ортасы. Түнектің аймағы және жарықтың аймағы. Адам өзінің болмысы бойынша жақсылықтың емес, жамандықтың ықпалының астында. Мұны киелі кітап өте нақты сипаттайды. Адамның жүрегіндегі ой ниеті бала кезден ақ зұлымдыққа бейім. Және осы улы тамыр, тәрбие, білім, немесе медитация арқылы жойылмайды. Және жоғары өркениетті елдерде де, дамымаған елдерде де, зиялы қауым мен қарапайым халықтың арасында, байлар мен кедейлердің арасында, барлық жерде біз әртүрлі формадағы өтірікті, әртүрлі ұрлықты және кез келген басқа да қылмыстарды кездестіреміз. Бұл зұлымдықтың көріністері адамның түнектің ықпалында екені туралы куәлік етеді. Ал Иса бізге былай дейді: кім күнә жасаса, сол күнәнің құлы. Рухани құлдықтан шығудың бір ғана жолы бар. Күнә ықпал ететін аймақтан Құдайдың аймағына өту қажет. Халық мақалы барлық жолдар Киевке апарады деп айтса да, бірақ рухани салада бұл олай емес. Құдайға тек жалғыз ғана жол апарады. Және бұл жол иеміздің өзі. Ол былай дейді: жол, шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкімде әкеге бара алмайды. Зұлымдықтың аймағынан жақсылықтың аймағына өтудің тек бір ғана өткелі бар. Ол Иса Мәсіх. Біздің иеміз бұны келесі түрде сипаттайды: мен есікпін, менен кіргендер құтқарылады. Егер сен, қымбатты тыңдарман, Құдаймен қарым-қатынасың болмаса, онда осы жалғыз есік арқылы өт. Исаға мінәжат етіп тәубе ет. Одан өзіңнің күнәларыңды кешіруін өтініп сұра, және ол сені кешіреді, өйткені күнә үшін ол өзінің өмірін қиып құн төледі. Және егер сен оны шақыратын болсаң, ол жауап береді, және иеміз сені түнектің аймағынан жарықтың аймағына жетелеп өткізеді. Және сен бұдан былай сыртта болмайсың, қайта Құдайдың отбасының мүшесі боласың. Иса Мәсіх арқылы жаңа өмірді жақыннан танығандардың бәріне жазба өте маңызды шақыру жасайды. Қауымнан тыс адамдармен парасатты қарым-қатынас жасаңдар. Иеміз қауымнан тыс адамдарға жалғыз есікке, Иса Мәсіхке жол көрсетуі үшін бізге ойланып әрекет ету керек, және Құдайға ұнамды, қасиетті өмір сүруге ұмтылу керек болады. Бұл үлкен жауапкершілік. Біз ізгі хабар ісіне көмектесуіміз мүмкін, не кедергі болуымыз мүмкін. Сондықтан біздің қауымнан тыс, Құдайсыз өмір сүріп жатқан адамдармен қалай қарым-қатынас жасау мәселесі бізді ойландырады. Біз оқыған мәтін бізге 3 жақты жауап береді. Біріншіден, парасатты мәсіхші уақытты дұрыс пайдаланатынын атап өту қажет. Тыңдаңыздар. Қауымнан тыс адамдармен парасатты қарым-қатынас жасап, тиімді сәттерді пайдаланыңдар. Егер осы сөзді сөзбе-сөз аударатын болсақ, ол мынадай түрде болады: ыңғайлы уақытты сатып ала отырып, яғни бізге берілген уақытты пайдалану, сатып алу үшін шақырылғанбыз. Мәсіх туралы куәлік етуге көп уақыт қалдыру үшін емес, немесе мұқтаждарға материалдық көмек көрсету үшін емес, қайта бізге берілген уақытты сатып алып, пайдалану үшін шақырылғанбыз. Берта Изельман былай деп өзінің ойын білдірді: біз Мәсіх үшін қолданбайтын нәрсенің бәрін шайтан теріс пайдаланады. Бұның уақытқа қатысы да дұрыс екені шүбәсіз. Сонымен, бізге берілген күндер, айлар мен жылдарды тиімді пайдаланайық. Тиімді сәттерді пайдаланыңдар, дейді елші Паул. Жаңа өсиеттің грекше аудармасында уақытты белгілеу үшін ерекше сөз тұр, кайрос деген сөз тұр. Ол дер кезінде, ыңғайлы, қолайлы деген мағынаны білдіреді.
Мұнда өмірдің қолайлы сәттері туралы айтылады. Яғни, иеміз біздің қатысуымызсыз бізге дайындап қоятын жағдайлар. Құдайды сөзбен немесе іспен мадақтау үшін берілген жағдайлар. Мен Скандинавиядағы бір дәрігер туралы естідім. Оның сотталуына тура келген, өйткені ол көмек көрсетпеген. Көлік апаты болған, ал дәрігер жәбірленушілерге алғашқы көмекті көрсетпей, олардың қасынан өтіп кеткен. Ол мұқтаж адамдардың қасынан өтіп, оларға көмектеспеген. Ол өзінің медициналық парызын орындамады. Қымбатты сенуші достар, бізге де куәлік ету үшін, қолданылмаған мүмкіндіктер үшін, иеміздің алдында есеп беруге тура келеді. Сондықтан Құдайдың сөзі бізге былай дейді: сонымен парасатсыз емес, ақыл парасатты өмір сүруге ерекше ден қойыңдар. Жақсылық жасауға әр мүмкіндікті пайдаланыңдар, себебі қазіргі күндер зұлымдыққа толы. Біз парасатты мәсіхші уақытты дұрыс пайдаланатынын атап өттік. Әр мәтін біздің тілімізге қатысты не істеу керектігін көрсетеді. Сөйлескенде ұдайы ниеттерің игі, сөздерің дәмді болсын. Осыдан біздің екінші ойымыз келіп шығады. Парасатты мәсіхші өзінің тіліне, аузынан шыққан сөзіне абай болады. Платон былай деген екен: мен сені көруім үшін сөйле. Біздің аузымыздан шыққан сөздеріміз, яғни не, қалай және неліктен бір сөздерді айтатынымыз, біздің әңгімелесіп отырған сұхбаттасушымызға біздің қандай екеніміз туралы көп нәрсені айтады. Ал ерекше жағдайларда бұл біздің қауымнан тыс адамдармен, оларға Исаны көрсету мақсатымен жүргізген сұхбатымызда маңызды. Гетсемания бағындағы Петрді есімізге алайық. Діни қызметкерлер жіберген қызметшілер Исаны тұтқындау үшін келді. Петр иемізге көмектескісі келіп, семсерін алып әскердің құлағын кесіп тастайды. Достар, астарлы мағынада біз де осындай қауіп қатерде тұрамыз. Біз бар ынтамызбен қолымызға рухани семсерді, Құдай сөзін алып, онымен өзіміздің сенбеуші сұхбаттасушымызға соққы беруге бейінбіз. Мұндай сұхбаттың нәтижесі адам мәсіхке жақындамайды. Қайта ізгі хабар үшін мылқау адамдай болады. Сондықтан қалай сөйлейтінімізге мұқият болайық. Біздің мәтінімізде игілік себетін сөздің екі сипаттамасы берілген. Ниеттерің игі және сөздерің дәмді болсын. Игілік себетін болсын дегеннің мағынасы нені білдіреді? Бұл біздің сөздеріміз сенбеуші адамдардың сөзінен ерекшеленуі керек дегенді білдіреді. Олардың сөздері өздерінің сезімдерімен анықталады. Егер олардың көңіл күйі нашар болса, онда жаман, дөрекі, тіпті Құдайға тіл тигізетін сөздерді естисің. Олар айналасындағы адамдар, мейлі ол көрші туралы, директоры туралы, немесе әйел туралы болсын, үкім шығарып сөйлейді. Олар бір-біріне жала жабады. Сенбеушілер өзінің сөздерін жағдайын жақсарту үшін, жеке басының пайдасы үшін қолданады. Біздің сөздеріміз игілік себуімен белгілеу болуы қажет. Ал рахымның қайнар көзі бізде емес, бірақ оның шексіз рахымынан бәріміз молынан жарылқанып келеміз деп оқимыз. Біздің бойымызда сеніммен өмір сүретін Иса, біздің аузымыздан шыққан сөздеріміз адамдарға ашу-ыза емес, татулық әкелу үшін, достық қарым-қатынастарды нығайту үшін, мәсіхке жақындату үшін, бізді күн сайын қажетті нәрсемен қамтамасыз етуді қалайды. Сөйлескенде ұдайы ниеттерің игі, сөздерің дәмді болсын. Сөздерің тұздалған болсын деген сөздің мағынасы қандай? Сол замандағы яхуди ғалымдары Құдайдың заңын тұзбен салыстырған. Сорпа дәмді болу үшін тұз қаншалықты қажет болса, біздің аузымыздан шыққан сөздер де Құдайдың сөзінің тұзымен тұздалған болуы қажет. Бұл егер біз аузымыздан шыққан сөздеріміз басқаларға бата әкелгенін қаласақ, қажет болады. Егер біз күнделікті сыйынып, киелі кітапты оқитын болсақ, онда бұл біздің сөзіміздің төркінінен көрінетін болады. Егер біз иеміздің сөзін жүрегімізде сақтайтын болсақ, олар бізді дұрыс емес, осы дүниелік сөздерден сақтайды. Достарым менің, біз осы дүниеде жауапты орын аламыз. Бізге қауымнан тыс адамдармен ойланып әрекет ету қажет. Яғни, уақытты дұрыс пайдаланып, аузымыздан шыққан сөзімізге абай болуымыз қажет. Және үшінші ойды былайша қорытындылауға болады. Парасатты мәсіхші басқа тұлғаларға көңіл бөледі. Біз талқылап отырған киелі жазбаның үзіндісінде не айтылғанын тыңдайық.
әрқайсысына қалай жауап беру керек екенін біліңдер. Яғни, көршінің қызына Иса ол үшін құрбан болғанын қалай айтуға болады? Партада бірге отыратын жолдасыма оның құтқарылуға мұқтаж екенін қалай айтуға болады? Мұғалімге оның өмірінің мақсаты неде екенін қалай жеткізуге болады? Әрбір адамға жеке және тиісті түрде Мәсіх өмір үшін маңызды бөлік екенін жеткізу қажет. Біз тұлғаның белгілі бір ерекшеліктер туралы немесе олардың жағдай туралы ойланбай, құтқарылу туралы жалпы түрде айтуға бейінбіз. Иса бұл жерде бізге еліктеу үшін маңызды үлгі бола алады. Егер біз Жохан жазғанызғы хабарды оқитын болсақ, онда осы әңгіменің көпшілік бөлігі жеке сұхбаттардан тұратынын көреміз. Иса Натанаилмен, Никодеммен, Самариялық әйелмен, Мәрияммен, Пилатпен, Петермен және тағы басқалармен жеке сұхбаттасады. Иса Натанаилмен, Никодеммен, Самариялық әйелмен құтқарылу туралы сөйлескеніне назар аударыңыз. Ол әрқайсысымен жеке жағдайға байланысты және ерекшеліктеріне қарай сұхбаттасты. Иса әрбір тұлғаны оның мұқтаждықтарымен және мәселелерімен бірге көруіміз үшін бұл біздің жүректен шыққан мінәжатымыз болсын. Және иеміз біздің әрбір адамға Құдайға ұнамды жауап беруімізге қабілетті етсін. Жазба бізді қайта жүректеріңнен Мәсіхке қасиетті иеміз деп ерекше орын беріңдер. Сендер ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген адамға жауап беруге әрдайым даяр болыңдар. Тек ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер деп шақырады. Біз бұған иемізге толық тәуелді өмір сүрген кезде қабілетті бола аламыз. Біздің мақсатымыз адамдардың алдында ақыл көйсіну емес, қайта оларға құтқарушыны көрсету, ал бұны оның өзі ғана біз арқылы істей алады, егер біз оған мойынсұнатын болсақ. Сонымен, парасатты Мәсіхші қауымнан тыс адамдарға қалай қарым-қатынас жасайды? Ол уақытты тиімді пайдаланады. Ол өзінің сөзіне абай болады. Ол әрбір адамды жеке бағалайды. Тыңдарман, сізге қойылатын сұрақ: сіз солай өмір сүріп жүрсіз бе? Парасатсыздық немесе ақмақтық парасаттылыққа қарама-қайшы. Егер мен және сіз киелі кітаптың көзқарасы тұрғысынан даналықпен әрекет жасамасақ, онда біз парасатсыз адамдармыз. Сондықтан жазбадағы шақыруға назар аударайық. Қауымнан тыс адамдармен парасатты қарым-қатынас жасап, тиімді сәттерді пайдаланыңдар. Сөйлескенде ұдайы ниеттерің игі, сөздерің дәмді болсын. Әрқайсына қалай жауап беру керек екенін біліңдер. Осымен мен уағызымды аяқтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 ayqulaq@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.
Dünya